This meeting. Арма үшін эфир қосып тұр ғой, иә? Құрметті қатысушылар, құрметті аудан тұрғындары, тыныштық сақтайық. Біз енді шамалы зуммен қатысатындар болса күтейік дедік, енді барынша қатысқанша уақытымыз өтіп бара жатыр, бекітілген уақыттан. Өздеріңіз білетіндей, бұған дейін қоғамдық тыңдалым туралы бізде мартта 19 март 22 газетте, қоғам ТВ телеарнасында және әлеуметтік желілерде жарияланған, яғни осы Жаңаөрен кентінің бас жоспарының әзірлеу жобасы бойынша санитарлық экологиялық бағалау есебі бойынша тұжырымдамасын таныстыру, тыңдалым жүргізу туралы хабарландыру жүргізілген. Бірақ өкінішке орай ондай үлкен халық жиналған жоқ. Дегенмен бізде қазір қанша адам қатысып отыр? Есебін алыңдар ма? Айдар, байқайын, 20 адамдай қатысып отыр екен. Ендеше бүгінгі қоғамдық тыңдалымды бастауға рұқсат етіңіздер. Тақырыбы стратегия экологиялық бағалау нәтижелері ескерілген Қызылорда облысы Жаңаөрен ауданы Жаңаөрен кентінің бас жоспарын түзету жобасы бойынша қоғам тыңдалымды ашуға рұқсат етіңіздер. Енді қоғам тыңдалым деген не екенін бірінші түсіндіріп кетейін, иә? Бұл бізде қоғам тыңдау қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті орган бекіткен қоғамдық тыңдау енгізу қағидасына сәйкес жүргізіледі. Енді заң талаптарын сақтай отырып, ол жерде білесіздер, қоғам тыңдалымды жүргізу үшін төраға сайланады. Яғни жиналысты жүргізу, ұйымдастыру, регламентті бекіту, баяндамасын регламенті, олардың қойылатын сұрақтарды жүйелі түрде жиналыстың басынан аяғына жүргізу бекітіледі. Сол үшін төраға бекітілу керек. Сонымен қатар жиналыстың жүргізілген жиналысымыздың сөзбе-сөз қатысушылар тарапынан болатын сұрақтарға байланысты тіркеп, хаттама түсіріп отыру үшін жиналыстың хатшысы бекітіледі. Сол үшін біз міндетті түрде дауыспен төрағаны сайлап алуымыз керек, және хатшыны сайлап алуымыз керек. Енді мен бұл жерде ұсынысты айтайын, сіздер қолдайсыздар деп ойлаймын. Burada енді жергілікті атқарушы органнан, яғни архитектура бөлімінен мен сектор меңгерушісі Шыңғыс Маханұлы өзімді төрағалық ретінде ұсынамын. Егер қарсылық білдірмесеңіздер, бір ауыздан қол көтеріп дауыс берсеңіздер болады. Қарсымыз десеңіздер, қалыс қалам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Ендеше төрағалық етуге мен Маханұлы Шыңғыс жиналыстың төрағасы ретінде жүргізуге қарсылықтарыңыз бар ма? Қолдайсыздар ма? Видеофиксация бар бізде? Жақсы. Ендеше төраға ретінде мен өзім Маханұлы Шыңғыс және жиналыстың барлығын хаттама түсіру үшін осы архитектура бөлімінің маманы Айдархан маманымыз хатшы болып тағайындалады. Бұны да бір ауыз дауыспен қолдайсыздар, немесе қолдамайсыздар. Қолдайтындарыңыз дауыс берсеңіздер. Ендеше бір ауыздан келісілді деп есептейміз. Хаттамаға міндетті аты жөндерін, даныларын және қатысқандарды растау үшін қолданылады деп ойлаймын. Ендеше мен қысқаша айтып кетейін. Жалпы Жаңаөрен кентінің гимнаны 5 жылдан бері әзірленді. Бүгінгі таңда мемлекеттік сараптама кіргізу сатысында тұр. Және осыған дейін Министерство экология министрлігіне жолданып, осы аталған Жаңаөрен кентінің бас жоспары бізде стратегия экологиялық бағалау есебінен өткізілген. Осыған сәйкес стратегия экологиялық бағалау есебінің тұжырымдамасын сіздер таныстыруымыз керек. Яғни ол жерде ескертпелі, сын ескертпелі ұсыныстар және осыған сәйкес жоба аясында не қарастырылып, мәселелерді шешу үшін не қарастырылып, сол туралы қысқаша баяндайтын боламыз. Презентациямен ұсына отырып. Өздеріңіз білетіндей,
Жалпы заңға негіздей отырсам, біздің осы бас жоспар стратегиялық бағалау есебі Қазақстан Республикасының экология кодексінің 28 бабына сәйкес әділетті мемлекеттік орган, яғни біз архитектура бөлімі заказ ретінде бағалау жөнінде есептің тұжырымдаманы ескеріп, құжаттарды, яғни жобаны пысықтау жұмыстарын жүргізеді және осы 28 баптың 2-ші тармағына сәйкес міндетті түрде осы пысықталған құжаттар жоба қоғамдық тыңдалымына өткізіліп жатады. Осы кодекстің аясында бүгінгі таңда қоғамдық тыңдау жүргізейін деп отыр. Ендеше осы тақырыпта баяндама жасау үшін Жаңа аудан сәулет қала құрылысы құрылыс бөлімінің әдіскер маманы Әбуәлі Азымхан баяндаманы жүргізуін рұқсат. Мына камера тұрса көрінбей қалады, иә? Камера көрінбей қалмай тұрса. Стратегиялық экологиялық бағалау нәтижелері ескерілген Тігілген Шалғай ауданы кентінің бас жоспарын жүзеге жобасы бойынша қоғамдық тыңдауға ашуға рұқсат етіңіздер. Бас жоспар бұл кентіміздің 2040 жылға дейінгі дамуын айқындайтын негізгі құжат түрі болып саналады. Бұған ауруханалар қай жерде салу, жолдарды су құбырын кәріз желілерін қалай жүргізу керек, саябақтарды қай жерде орналастыру керектігін белгілейтін негізгі құжат болып саналады. Бас жоспармен қатар бас жоспарды іске асырудың қоршаған ортаға және тұрғындардың денсаулығына қалай әсер ететін тәуелсіз талдау жасалатын стратегиялық экологиялық бағалау жұмыстарының жүргізілетінін атап өту маңызды. Стратегиялық экологиялық бағалау есебіне сәйкес аталған жоба бойынша баяндама негізгі мына тақырыптарды қамтиды. Яғни дауыс естілмей жатыр бізге. Біздің дауыс естіліп тұр ма? Үшінші салынатын құрылыс жоспары, төртінші табиғатқа әсері, бесінші инженерлік сызбалар, алтыншы қорытынды 6 топқа бөлінді. Және де бірінші топқа келетін болсақ, құжат туралыға Жауырған кенті аудан орталығы бүгінде мұнда шамамен 33.680 халық тұрады. Және Жауырған аудан халқының жалпы санының 41%-ын құрайды. Соңғы бас жоспар 2008 жылы жасалынып, 2022 жылға дейінгі кезеңге есептелген болатын. Бұл мерзім әлдеқашан аяқталды. Өткен жылдары кент өзгерді, халық саны өсті, жаңа қажеттіліктер пайда болды. Дәл осыған байланысты біз жоспарға түзету енгізіп отырмыз. Бас жоспардың жобалық мерзімдері мен халық санына келетін болсақ, бастапқы жылы 2024 жылы 33.680 адам болатын болса, болжамдық есеп бойынша бірінші кезеңде 2030 жылы болжаммен 37.000 адам болады деп есептелген. Және де 2040 жылдары 43.000 адам. Бас жоспардың негізгі мақсаттары қандай дейтін болса, тұрғындарды сапалы тұрғын үймен, жолдармен, су құбырымен және кәріз жүйесімен қамтамасыз ету. Жаңа мектептерде, балабақшаларды, ауруханаларды қауіпсіз орындарға салу. Жасынкөл, Беткөл және Теріскен көлдерінің бірегей реакциялық және емдік курорттық әлеуетін сақтау және дамыту. Құрылысты ретке келтіру және кенттің бей-берекетті дамуын тоқтатуға екінші тақырыпқа келетін болсақ, кенттің қазіргі көрінісі, экология және инфрақұрылымы. Біз кент аумағында қандай нысан салуды жоспарлап отырғанымыз туралы айтпас бұрын бүгінгі күннің жағдайын атап өту маңызды. Мысалы, айта кететін болсақ, ауа. Кентте ауа сапасын мемлекеттік мониторинг ластаудың негізгі көздері өнеркәсіп кәсіпорындары, мектепте жағдай айтарлықтай қиындайды. Сумен жабдықтауға келетін болса, сумен жабдықтау екі жүйе арқылы жүзеге асырылады. Негізгі су алу құрылысы 1974 жылы салынған. Одан бөлек күрделі жөндеу жүргізілмеген. Су құбыры желісінің көп бөлігі тозған және жұмыс істемейді. Алайда реконструкция жұмыстары басталды қазіргі уақытта. Кәріз жүйесіне келетін болсақ, кентте орталықтандырылған кәріз жүйесі іс жүзінде жоқ. Ол тек орталық аудандық ауруханада ғана тартылған. Қалған аумақтарда ағынды сулар үшін құйылған топыраққа ретсіз ағызылды. Және қалдықтарға келетін болсақ, кенттің солтүстігіне қарай 50 метр жерде рұқсатсыз істеп тұрған қоқыс үйіндісі орналасқан. Қалдықтарды бөлек жинау жүйесі жоқ. Көлдердің жағалау аймақтарында стихиялық қоқыс үйінділер тіркелуде. Және де үшінші тақырыпқа келетін болсақ, не және
қай жерде салу жоспарлануда, инфрақұрылым барлық шектеулерді жолдарды, су қорғау аймақтарын, санитариялық аймақтарын ескере отырып, кенттің негізгі даму солтүстік бағытта Шалқия кенішіне баратын